Елімізде крыша, рейдерлік атымен болмауы керек. Қасым-Жомарт Тоқаев отандық бизнес өкілдерімен кездесуде осылай деді. Бұл туралы Экспресс-ке жазды. Кейбір мемлекеттік мекемелер кәсіпті қолдаймыз, ананы-мынаны істейміз деп бюджеттен ақша алады. Кейін таныс-туыс кәсіпкермен келісіп, қаражатты өзара бөліседі. Бұл сыбайлас жемқорлық. Президент мұндайға енді жол берілмейтінін айтты. Ең бастысы ойын ережесі бәріне бірдей болатын ашық экономика саясаты жалғасады. Бұл майшелпек орындар мен жайлы қызметтерді үлестіретіндер қатаң жазаланады деген сөз. Президент құқық қорғау органдарына бірінші кезекте алаяқтық, қаржыны жымқыру, заңсыз ақша табу, қаржы пирамидаларын құру әрекеттерін әшкерелеуді тапсырды. Айтпақшы, Ресей сол баяғынша біздің стратегиялық серіктесіміз болып қала береді. Қасым-Жомарт Тоқаев өткенде Владимир Путинмен кездесті ғой. Сонда сауда-экономикалық өнеркәсіптік ынтымақтастықты дамыту туралы сөйлескен. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресс-ка жаңалықтары. Уақыттарыңызды үнемдеңіздер.